заттардың бөлшектері, химиялық байланыс және зат құрылысы, атом құрылысы бөлімдерін оқытуда инновациялық технологияларды қолданудың алғы шарттары. Сіздерде оқу бағдарламасы бойынша, яғни силабус бойынша бірінші практикалық сабағымыздың мақсаты берілген. Мақсатына жету үшін бірнеше міндеттерді орындау керексіздер. Күн дайын тақтаға шығып слайдтарыңызды көрсетіп, тиісті бағаларыңызды алыңыздар. Біздің сабағымыздың тақырыбы атом құрылысы және бөлшектері. Жалпы бізде бірінші платформа, ол бізде MolView деп аталады. Мына жерде біз ең жиі қолданатын элементтерді көрсек болады. Және 3 точканы басатын болсақ, толықтай Менделеев кестесі пайда болады. Бізде мына жерде байланыс түрлері және органикалық қосылыстардың қысқартылған формулары бар. Мысалы болатын болса, бұл платформаның ең бір удобный дейміз ғой жағы, мысалға просто көміртегін қойып 2-дан 3-ға өткізетін болсақ, ол платформа автоматты түрде сутектерін қойып, метан молекуласын шығарып береді. Тағы да басқа молекулаларды сызып көрейік. Мысалы болатын болсақ, байынан дифенил амин сызып көруімізге болады. 2-дан 3-ға өткіземіз, және бай бізге құрылысын толықтай сызып бере алады. Арасындағы бұрыштардың бәрін өзі автоматты түрде дұрыстайды. Тағы да мысалы алатын болсақ, көміртегін байынан ретсіз қойып, араларын ұзартып, байынан дұрыс емес қойсақ та, 2-дан 3-ға өткізген кезде өзі бізде бұрыштарын автоматты түрде дұрыстап береді. Молекуласы. Тағы да бір артықшылығы, бұл жерде бізде осылай көміртекті ретсіз бұрыштарын дұрыстап сақталмай сызсақ та, 2-дан 3-ға өткен кезде бізде ол өзі автоматты түрде оның арасындағы бұрыштарды дұрыстап бізге 3D моделін бере алады. Тағы да бір молекулалар сызып көрейік. Мысалы, нингидрин молекуласы. Байынан қос байланыстарды қойсақ болады. Кез келген өзімізге керек элементті таңдап аламыз. Байланысы. Енді сутегін көп жүреді. 2-дан 3-ға өткіземіз. Сол кезде бізде нингидриннің 3D моделін бізге көрсетіп тұр. Келесі тағы да бір осындай платформа, ол бізде Авогадро. Бұл жерде, мына жерде біз өзімізге керекті элементтерді таңдай аламыз. Давайте көміртегін таңдайық. Дәл солай көміртегін таңдаған кезде бізде сутегін автоматты түрде шығарып береді. Дәл солай бізде 3D моделін 360 градуста көруге болады. Келесі тақырыпшамыз, ол бізде Менделеевтің периодтық кестесі. Бұл жерде біз Periodic Table Tag деген сайтта қолданамыз. Бұл сайттың ең бірінші артықшылығы, ол әрине қазақ тіліндегі сайт. Сол өте бір жақсы. Так, мысал алатын болсақ, мырышты таңдаймыз. Және бұл жерде бізге мырыш туралы жалпы ақпарат беріледі. Жалпы мағлұматтар, латынша атауы, ағылшынша атауы, ашылу жылы, алғаш зерттелінген ғалымдар, тіпті бағасына дейін жазып береді. Мынау бізде бұның атомның құрылысы, электрондар саны, протондар саны және нейтрондар саны. Жалпы бізде сипаттамалары бар, физикалық, химиялық қасиеттерін береді, балқу температурасы, қайнау температурасы, эмиссиялық спектр. Элемент туралы тек қана мектеп емес, универ қабырғасында да көптеген информация бере алады. Кейбір функциялары Pro версиясында ғана бар, бірақ олар бізге қатты керек емес. Бізге осының өзі жеткілікті деп ойлаймын. Так, мысал алатын болсақ, міне хром. Латынша атауы, құрылысы, жалпы сипаттамасы, эмиссиялық спектрі, атом құрамы. Және де осы Менделеев кестесін біз бөлсек болады. Мысалы, цирклік жер металдарын ғана көрсетіп белгілесек, бізге соларды көрсетеді. Тағы да бізде галогендер, актиониттар, жеңіл металдар, суперактиониттар, цирклік металдар, цирклік жер металдары, ауыспалы металдар, солай бөліп көрсетсек те болады. Біздегі тақырып атом құрылысы, яғни бұл 7-ші сыныптың тақырыбы.
бұл сабақты бастамас бұрын оқу мақсатын алып алдық. Яғни оқу мақсаты протон, электрон, нейтрон және олардың атомдағы орналасу тәртібі және де массасын зарядын білу. Осы мақсатқа жету бойынша түрлі тапсырмалар, яғни химияға қатысты түрлі тапсырмалар дайындаған болатынбыз. Ең бірінші атом құрылысы деген сөзге анықтама беретін болсақ, атомның ішкі құрылымы мен оның құрамдас бірліктерін сипаттайтын ғылыми ұғым болып табылады. Атом ядродан және электрондық бұлттардан тұрады. Келесі бізде осы атом құрылысын сипаттайтын программа арқылы көрсетсек, Колорадо платформасы арқылы бұл жерде мысалы сутек, литий, бериллий деген сияқты элементтер көрсетілген. Соларды басу арқылы мысалы оттекті таңдасақ, оттекті таңдаймыз. Бұл жерде символды басқан кезде реттік номері оттектің көрсетіледі. Сосын бұл жерде оттек жайлы мәліметтер. Бұл жерде мына жердегі ыдыстағы нейтрондарды қосу арқылы бұл жерде оттектің изотоптарын да көрсете аламыз. Ал мына жерде астында атомдық массасы көрсетіліп тұр, яғни оттектің бір изотопын алып қайтадан салсақ болады. Бұл жерде сарымен белгіленіп тұрғандар протондар, ал серімен көрсетіп тұрғандар яғни нейтрондар, ал көктегі ол электрон болып табылады. Келесі мына жерде бұл жаңағы видео көрсетілген. Келесі бұл жерде атом құрылыс, яғни электрондық деңгейлер жайлы көрсетілетін келесі бет, яғни натрийді мысал ретінде алдық. Бұл электрондық деңгейін көрсететін химия платформасы арқылы оны бұл телефонға басып аламыз программасын. Бұл жерде жасылмен көрсетіліп тұрғандар бейметалдар деген сияқты. Бұл жерде менделеев кесенгішінде кез келген бір элементті басқан кезде вольфрам мысалы, вольфрамның астында электрондық деңгей көрсетілген. Міне, мына жерде видеосы, бірақ бұл жерде натрийдің электрондық деңгейі көрсетілген. Яғни 3D форматта. Натрийді басайық. Телефонды айналдырып, яғни портал үстінде айналдырып қараған кезде 3D форматы көрсетіледі, яғни электрондық деңгейдің. Келесі сабақты бекіту мақсатында оқушыларға жеке платформасы арқылы квест ұйымдастырсақ болады. Бұл жерде 4 түрлі тапсырмадан тұрады, яғни бұл жерде қалатты басқан кезде қағаз сет сол сияқты, сол қағазға байланысты қағазды қай жерде қолданатынымыз жайлы көрсетіледі. Келесі сабақты бекіту мақсатында, яғни оқушыларға кері байланыс ретінде патент платформасын қолданамыз. Патент платформасын қолданған кезде бұл жерде оқушылар өздерінің пікірлерін жазып, сол кезде пікірлерін жазған кезде тақтаға өзінің оқушылардың пікірлері көрсетілетін болады. Яғни тақырыпты қорытындылай келе, осы атом құрылысы тақырыбында көптеген түрлі жасанды интеллекттерді қолданыла аламыз. Сол қолдану арқылы бізде осылайша жасанды интеллект пен компьютерлік модельдеу құралдары атом құрылысын тереңірек зерттеуге және де оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттыра аламыз, яғни 3D форматта оқушыларға көрсету арқылы. Технологияларды қолдану бойынша ең алдымен бірінші кезең бізде ол кіріспе, қызығушылықты ояту. Мақсатымыз оқушылардың қызығушылығын арттыру, тақырыпқа назар аудартып болып табылады. Қолданылатын платформалар бізде Quizzes, Kahoot, YouTube және периодтық тақта болып табылады. Ең алдымен бізде Kahoot немесе Quizzes арқылы біз үйге берген тапсырмаларды қорытындылау арқылы, сабағымызды немесе нығайту арқылы тапсырмалармен берсек болады. Ал YouTube желісі арқылы біз тақырыпқа байланысты видео сабақтар көрсетсек болады. Ал келесі периодтық тақта бойынша біз сайтта мысалы металдар, бейметалдар, газдар, лантоноидтар, актиноидтарды көрсете аламыз. Әрі қарай
екінші кезең бойынша негізгі мазмұн ол бізде жаңа материалдарды түсіндіру болып табылады. Ең алдымен мақсатымыз теориялық білімді түсіндіру және визуалды құралдар арқылы көрсету болып табылады. Ода қолданылатын платформалар Head, Labster, Avogadro, Movio. Қадамдарға келетін болсақ, ең алдымен бізде Head сайты бойынша біз мысалы протон, нейтрон, электрондарды ашып көрсете аламыз. Ал Labster болса, ол бізде виртуалды зертхана болып табылады. Яғни оқушыларды виртуалды зертханаға кіргізіп, атом ядросы мен электрон орбитальдарын қолдана отырып көрсетуге болады. Жалпы бұл бізде Head сайты бойынша литийдің ең алдымен ортасында бізде 3 протон, 4 нейтрон және жан-жағында орбитальдар бойынша 3 электронның айналып жатқандығын көретін боламыз. Ары қарай кететін болсақ, бұл бізде жаңағы Labster деген сайт бойынша виртуалды зертхана, яғни көптеген заттарды пайдалана отырып біз виртуалды зертханада қолдана аламыз. Келесі бізде үшінші кезең практикалық жұмыс болып табылады. Бұның мақсаты ең алдымен теорияны тәжірибемен байланыстыру, оқушылардың өз бетімен жұмыс жасауын дамыту болып табылады. Платформаларға тоқталатын болсақ, ең алдымен Chem Collective, Elements және Minecraft Education Editions. Ең алдымен қадамдарға тоқталатын болсақ, Minecraft Education Editions деген жалпы жаңадан қазіргі уақытта мысалы балалардың көп ойнайтын ойындардың бірі болып табылады және сол ойындар қазір жаңа форматқа енгізіліп, Editions платформалар қолдану үстінде. Яғни бізде ол Minecraft ойынына яғни химиялық бағдарламалар енгізілген. Оны біз мына фотолар арқылы көре аламыз. Бұл біріншісі бізде зертханалық көрсетілген, зертханалықта пайдаланып көрсек болады. Екіншісінде бізде Менделеев кестесін құра аламыз көретін болсақ. Ал үшіншісі бұл бізде элементтерін жаңа айтып өткендей протон, нейтрон, электрон сандарын көре аламыз. Келесі ол бізде төртінші кезең, яғни бекіту, рефлексия, кері байланыс болып табылады. Жалпы мақсаты өтілген тақырыпты материалдарды бекіту мақсатында қолданылатын платформалар бар. Ол бізде Socrative, Quizzes, Google форма және Padlet тақтасы болып табылады. Мен бұл жерде мысал ретінде Padlet тақтасын алып келдім. Жалпы сабағымызды кері байланысты міне осы Padlet тақтасы арқылы оқушылар бізде бүгінгі мысалы өткен тақырып бойынша өзінің ойларын, не білдім, не түсіндім арқылы, сұрақтар арқылы өзінің ойын бекітіп, түсінбеген жерлерін сұрауына болады.